Құрметті оқырмандар, көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтармен жұмыс бөлімі назарларыңызға облыс тынысы жобасының кезекті шығарылымын ұсынады. Қостанай таңы газетінің 2026 жылдың 4 наурыздағы 25 номерінде «Жаңа белгі, жаңа белес» атты мақаласы жарық көрді. Тобыл футбол клубы алдағы маусымға үлкен мақсатпен жаңа есімдерімен оралып отыр. Жақында Қазақстан суперкубогын жеңіп, жанкүйерге үміт сыйлаған сәттен бастап-ақ бұл маусымның ерекше болары сезілгендей. Логотипі жаңғырған, шабуылы шираған қостанайлық команда жаңа құрамын таныстырды. Қостанайдың Тобылы суперкубок бәсекесінде алматылық Қайраттан басым түскен еді. Таныстыру рәсіміне облыс әкімі Құмар Ақсақалов қатысып, ұжымды суперкубоктағы жеңісімен құттықтады. Жылы лебізден соң команданы алғыс хатпен марапаттады, ал облыс басшысына жеңімпаз медалі табыс етілді. Салтанатты бас қосуға футбол ардагерлері, демеушілер мен серіктестер, сондай-ақ сары жасылдардың жанкүйер топтары шақырылған. Сары жасылдар былтырғы маусым соңында жаңартылған логотипін таныстырған еді. Бұған дейін белгіде футбольный клуб Тобыл деп аталып келген. Енді жейдесіне латынша Тобыл деп жазылатын болды. Бұл толық ребрендинг емес, уақыт талабына сай жасалған ұқыпты әрі байыпты жаңарту. Клуб жанкүйерлерге жақсы таныс негізгі элементтер мен символиканы сақтай отырып, кейбір бөлшектер мен визуалды тепе-теңдікті жаңартты. Жаңартылған логотип тарих сабақтастығын және алға ұмтылысты бейнелейді. Өткенге деген құрмет пен болашаққа бағытталған көзқарас деп түсіндірді ол туралы клубтың баспасөз хатшысы Қасқырбай Қойшыманов. Жаңа ойыншылардың командаға қалай сіңісіп кететінін алдағы уақытта көретін боламыз. Клуб сапын толықтырған жігіттер команданың әлеуетін арттыра түседі деген сенімдемін, деді бас бапкер Нұрбол Жұмысқалиев. Қостанайлық команда соңғы 6 жыл ішіндегі 7-ші трофейіне қол жеткізіп отыр. Естеріңізге сала кетсек, Тобыл чемпионатты 7 наурыз күні Ақтөбе клубына қарсы матчпен бастайды.